Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен чак-чак жасайтын боламыз. Алдымен менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Жұмыртқаның ақуызына тұз және ас содасын қосып миксерлеп аламыз. Миксерді бастапқыда баяу жылдамдықта миксерлеп, ақырындап жылдамдығын көбейтесіздер. Жұмыртқамыз өзінің формасын сақтап ағарғанша миксерлейміз. Үстінен жұмыртқаның сарысын қосып, тағы да кішкене миксерлеп аламыз. Бұл жерде ұзақ миксерлеудің қажет жоқ. Яғни жұмыртқаның ағы мен сарысы бір-біріне араласса болғаны. Енді үстінен ұнымызды електен өткізіп саламыз. Ұнды өздеріңіз мөлшеріне қарай қосасыздар. Бұл жерде кішкене жұмсақ қамыр илейтін боласыздар. Бастапқыда лопатканың көмегімен, одан кейін тағы да ұнымызды салып, қолымыздың көмегімен қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан кейін 10 минутқа тындыруға қалдырамыз. Одан кейін тағы да бір қайтара илеймізді, суала қылып қоямыз. Тағы да 10 минут тынған соң қамырымызды жаятын боламыз. Тынған қамырымызды алып, дөп-дөңгелек етіп жаямыз. Бұл жерде қатты жұқа болып кетпесін қамырларыңыз. Бастапқыда ұнның көмегімен бір-біріне жабысып қалмас үшін кішкене ұн сеуіп жаятын боламыз. Қамырымызды жайып болғаннан кейін жартысына сұйық май жағамыз. Сұйық майыңыз міндетті түрде иісі болмауы қажет. Жартысына толық май жағып болғаннан кейін осылай ортасынан бүктеп, 4 саусақтың көлемінде етіп кесіп шығасыздар. Одан кейін осылай бір саусақ сиятындай 1 сантиметрден бөліктерге бөліп шығамыз. Енді қызып тұрған майымызға чак-чактарымызды салып, осылай қасықтың көмегімен айналдырып тұрасыздар. Сол кезде әдемі форма шығатын болады. Қызартып, барлық жерін қуырып аламыз. Енді сироп дайындаймыз. Суға қантымызды қосып, оның үстінен балымызды қосып, 10-15 минут жақсылап қайнатып аламыз. Қайнаған сиропымызды ыстық күйінде чак-чактардың үстіне құйып, жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін ыдысымызға саламыз. Салып болғаннан кейін үстіне осылай жеке-жеке безендіріп шығамыз. Яғни чак-чактарды әдемілеп бетіне теріп шығасыздар. Сол кезде әдемі чак-чактар шығады. Сіздермен болған Айдана, сау саламатта болыңыздар.